Бұл Атырау жастары. Олар Ақтөбедегі планетарийді көруге арнайы келіпті. Атыраудың белсенді студенттері осылай жыл сайын әр өңірді аралауды дәстүрге айналдырған. Міне бүгін шағын ғарыш әлемінің қызықтарына қанық болмақ. Бұл зодиактық шоқ жұлдыздар. Жұлдызды аспанда олар осылай орналасқан. Мысалы, сіздердің зодиактық шоқ жұлдыздарын мерген шоқ жұлдыз. Жастардың Атыраудан арнайы келуінің себебі бар. Өйткені бұл Қазақстандағы тұңғыш планетарий, ал оның құрылу тарихы тіптен қызық. Ғарыш әлемінің құпиясын түсіндіретін бұл нысанның негізінің қалануына егіннің бітік шығуы әсер етіпті. 1965 жылы Ақтөбе қаласында егін бітік шығып, Германия еңбекшілеріне осы егінді жібергені үшін Германия халқының алғысы ретінде бізге жұлдызды бөлмеде орналасқан ЦС маркалы планетарий аппараты жіберіледі. Ол аппарат біздің қаламыздың сыртында орналасқан бір қоймада 3-4 жылдай жатып қалады. Кейін оны қаланың бірінші хатшысы Жуин мен осы планетарийдің алғашқы тұңғыш директоры Зафирис екеуі қолға алып, яғни 1967 жылы планетарийдің ірге тасы қаланып, халыққа қолданысқа беріледі. Планетарий шағын 3 бөлмеден тұрады. Бұл жердегі экспонаттардың жартысы сыйға берілсе, енді бір бөлігі арнайы мемлекет қаржысына сатып алынған. Шағын болса да берері мол, сондықтан келушілердің де саны көп. Осы уақытқа дейін 2 миллионға жуық адам келіп планетарийді тамашалапты. Тіпті ұлт мақтаныштары да осы жердің арнайы қонағы болған. Біздің планетарийге келген тарихи адамдарымыз қайтадан келеді. Өйткені біздің планетарий өте өзіне адамды тартады. Себебі біз ғарышпен байланыстымыз. Сондықтан Аубакир екінші рет келді. Одан кейін Юрий Ланчаков, өздеріңіз білесіз, қазір ЦПК-ны басқарып отырған. Яғни Мәскеу қаласындағы жұлдызды қалашықтағы ғарышкерлерді даярлау орталығының бастығы. Ал бұл жұлдызды бөлме деп аталады. Бұл жерден күннің батуы мен таңның атуын көруімізге болады. Қазір қыздар жиналып отыр, ендеше біз де көрейік. Кеттік. Таңның атысы мен күннің батысын бұл бөлмеде әдемі әуен және көрініспен көрсетеді. Оның кәдімгі табиғи құбылысқа ұқсастығы соншалық жан дүниең тынығып, бір рахаттанып қалады екенсің.